Қазір мына баланың қолына массаж жасап көрсетемін, қалай дұрыс жасау керектігін мұқият көріңіз. Лайк басуды ұмытпаймыз. Мына жерде уқалау болмайды, қараңыздар. Және де қолтыққа тиіспейміз, қол тыршып тұрады ғой былай, осын жай ашуға болады. Мен тез көрсетемін, сіз асықпай жасаңыз. Қолыңызды былай ұстап аласыз да, міне. Солай ма? Осылай алақанын жасаңыз. Вот міне. Көрдіңіз ғой, осылай. Кейбір балдар былай ашқан кезде жылайды, ашқызбайды. Аккуратно абайлап, әр саусақтарына жеке-жеке көңіл бөліңіз. Одан кейін қолды былай ұстап аламыз, міне. Негізі бүйтіп тырысып тұрады, бүйтіп жібермей тұрады. Соны жайлап аккуратно ұстайсыз да, міне. Созу және де босату арқылы жасаймыз гипертонуста. Осы жердегі сіңірді жайлап босатамыз, бұлшық етті жақсылап босатамыз. Гипертонус болса, қолына бүйтіп қатты мыжылап жасайтын болсаңыз, одан сайын қатайып кетеді да. Потом осындай приемдарды қолдансаңыз болады, міне. Міне ұстаймыз да, міне. 1, 2, 3. Осы жерлерін істеп оқылаймыз.